жазалап та жатқан шығар адамдарды. Кімді жазалайды, тағы түсініксіз мысалы. Енді сіз ойлаңыз, 830 мың халқы бар өңірге 2 адам жауапты. Болмаса жаңағы театр ашсын, биін көрейін деген секілді мысалда жоқ, олар жабық. Және оны істете алмай жатқан тағы да сол әкімшілік. Өкінішке қарай біз үкіметті тағы кінә берсең, енді оның басты қазір проблемасы біздің әлеуметтік мемлекет қой, енді газды шешу керек, жаңағы қазандықтар жарып жатыр. Адамдар шіркін-ай өзі сол мүмкіндіктерді көріп өзі ұсыну керек та. Петропавлда тұрған адам Қызылорданы білмейді. Шымкентте тұрған адам Оралды білмейді. Өскеменде тұрған адам Атырауды білмейді. Кеше Аралға барып қайттым. 3 күнім кетті бір Аралды көруге. Потому что Қызылордаға ұшасың, ары қарай 5,5 сағат машинамен қайту тағы бір күн уақыт алды. Мысал дейін да. Мен енді келесі рет ойланам. Қазақтар мен аңғал жұрт деп айтамаймын. Қазақтар кез келген жұртты алды деп айтшы. Көріп жүрмін ғой, Филиппин, Тай, Құдай, қазақтар любой адамды отырғызып кетіп алады. Қазақтың сонда жағдайы артты ма, оған не себеп? Қадірмен көрермен, біз бастаймыз. Бұл қасқа жол және оның тізгіншісі мен Жамбыл Зейнолла. Бүгін біз туризм туралы айтамыз, өйткені президенттің өзі бізге инфоповод тауып берді деп айтсақ болады. Сол себепті осы саланың майталмандарын студиямызға шақырып отырмыз. Оң жақтан бастайық. Амандық Әмірхамзин, ішкі туризм бойынша сарапшы және дәл қазіргі уақытта Тылсым Торғай тур деген жобаның жетекшісі болып табылады. Өркен Кенжебек блогер, жиһангер және саяхатшы. Енді бұл жерде ішкі туризм бойынша да айтамыз, ішкі туризм мен сыртқы туризмді салыстырамыз. Сол себепті бір жан-жақты хабар болады деген ойдамын. Сонымен енді өткен аптада президентіміз енді сынға алды ғой. Сөйтті де үкімет мүшелері жан-жаққа кетті. Енді бұл саланы тексереміз деп. Мысалы, бір жағынан мен үшін бұл күлкілі жағдай. Енді неге екенін білмеймін, бәрі сол жоғарыға қарап, бір тапсырма күтіп отырады, команда күтіп отырады. Мысалы, неге соны өздері біліп істемейді деген сұрақ туындайды. Барды дейді Алакөлге 5 күн бұрын жаңалық шықты. Жазалап та жатқан шығар адамдарды. Кімді жазалайды, тағы түсініксіз мысалы. Жалпы не деп айтуға болады? Өркен, өзіңізден бастайық. Енді айтсақ болады, Қазақстанда жағдай сол, өрт сөндіру дейміз ғой енді. Өрт сөндірумен айналысып кетеді. Негізі енді оған жауапты министрлікте, комитетте, сол облыс басқармасы деген секілді отыр ғой. Енді жылдар бойы соған мүдделі адамдар, соған қарасты мекемелер деген секілді. Бірақ енді вице-премьерден бастап бәрі жұмысын тастап, өмірі болмаған адамдар костюм киіп, енді сәл күлкілі эпизод, бірақ енді оны үйреніп қалғанбыз. Бұл сол бір ғана нәрсенің айғағы, бұл туризм бойынша жұмысын жүйелі жүргізбей келе жатқаны тағы бір айғақ. Өйткені былтыр Тоқаев осы қанша енді 30 жыл ма, тәуелсіздік алғанымыз қанша жыл болды өзі. Былтыр маусымда ма еді, алғаш рет өзі жиын ұйымдастырды. Жалпы алғаш рет. Барлық министрлікті, бүкіл бизнесмендерді жинап, былайша айтқан кезде осында бір экономиканың саласы ретінде көтерейік деп, және содан бері былайша айтқан кезде бір жылда ол мәселенің сол президент айтқан дүниелердің шешілмегеніне тағы бір дәлел болды. Өйткені енді не деп айтсақ болады енді. Сол қатты бір дүние өзгермеген. Түсініп отырмын. Енді біз бір жағынан нәтижені аз уақытта орындалғанын, немесе сол аз уақытта бірдеңе күтеміз ба, соған үйреніп қалғанбыз ба, білмеймін. Енді бұл туризм саласы да бір жағынан енді оңай емес қой. Мысалы, бір жылдың ішінде мүмкін ол көзге көріне қоймайтын жұмыс шығар, Бірақ шынында да маған да солай болып көрінді, өйткені мәтінмен таныстым, ол маусымда болған жиын екен. Одан бері 25-ші жылдың қаңтарында да осы туризмге қатысты айтыпты, 25-ші жылдың наурызында да туризмге қатысты айтыпты президент мысалы. Бірақ осындай мәселе тағы да туындап отыр. Мен қосарым, жалпы бізде туризм саласында жұмыс жүргізіліп жатқан жоқ деген әңгіме емес. Туризм қарқынды дамып жатыр негізі. Бұрынғы өткен жылдармен салыстырғанда, бірақ бұл жерде бізде жалпы туризмге басымдық берілу, ол мысалы орысша айтқанда по остаточный принципу дейді. Яғни жаңағы біз мысалы Қазақстан мұнайдан, газдан, жаңағы астықтан байлығымыз келіп жатқаннан кейін бұл кішкене ысырылып қалдырылады. Ал негізінде туризм дегеніңіз шынын айтқанда бір турист кен қазбайсыз, жаңағы қатты жұмыс істемейсіз. Бір турист 8 адамды асырайды.
көрдіңіз бе, біз осыған мән беруіміз керек те, өйткені болашақта бұл Қазақстанға халқын асыраудың бір жағынан және кіріс кіргізудің тағы бір көзі де. Сондықтан екінші жағынан жаңа енжарлыққа байланысты ол біздегі мынау жүйеде үйреніп қалғанбыз ғой. Жоғарыдан тапсырма келмесе қозғалмайды. Сол енжарлық деп ойлаймын. Мысалы біздің Қостанай облысын алайықшы, бізде кәсіпкерлік басқармасына қарайтын лицензиялау және туризм бөлімі бар. Сол бөлімнің 2 қызметкері туризмге жауапты. Енді сіз ойлаңыз, 730 мың халқы бар өңірге 2 адам жауапты. Енді 2 адам не жасай алады? Яғни бұл жерде басқаша тәсіл керек, тығыз жұмыс керек, мысалы жеке бөлім керек. Содан кейін мысалы біз тіпті Қазақстан дестинацияда кірмейміз. Былай қарасаң, аумағы да үлкен, көрсететін жерлері де бар. Мысалы географтардың өзіңіз куә болдыңыз, бұл әлемдік нысан. ЮНЕСКО тізіміне кіргізуге болатын. Сондай нәрселерді көрген кезде әрине қарныңыз ашады, бірақ менің ойымша жалпы туризм, ішкі туризмді айтып отырмын. Мына сыртқы туризмде бізде бұрынғы жылдарға қарағанда көш ілгері жалпы. Бұл енді мемлекеттік органдарға байланысты емес, адамдардың өздерінің жылдан жылға шетелге шығып, салыстырып, сосын ішкі туризмге де мән беру керек деген таным түсінігі деп ойлаймын. Ол енді артып келе жатыр дейсіз ғой, туризм. Ол ішкі мынау өзіміздің сол халықтың несі, қозғалысы. Яғни қазақтың сонда жағдайы артты ма, оған не себебі? Енді мысалы біз баяғы тоталитарлық жүйеде отырдық қой, енді жаңа бәлен КСР одырағанға дейін де біз сыртты көрген жоқпыз. Біз қазір шетелге шығамыз, әрбіріміз мүмкіншілігіміз бар ғой, өтірік емес. Бір жыл ақшаң жинасаң да шетелге шығуға болады. Содан кейін салыстырып көреміз, шетелде мынада екен ғой, бізде мынада екен ғой. Олардың керемет деген жерлерін көргенде өзімізді ойлаймыз, одан біздікі де кем емес екен ғой деген сияқты. Жалпы халықтың арасында мына ішкі туризмге деген көзқарас жақсарып келе жатыр. Бірақ проблемалары бар. Мысалы сіз Оралдан Өскеменге барғыңыз келеді, Өскемен табиғат керемет мысалы Шығыс Қазақстан, бірақ өкінішке орай сізге жету проблема. Тікелей рейстер жоқ, тікелей бара алмайсыз, жете алмайсыз. Арнайы сіз басқа бір жер арқылы бір жерге кіріп тоқтап, ұшақпен келіп Астана, Алматы, не болмаса пойызбен ұзақ жүресіз деймін, көлік мәселесі қиындау. Сондай мәселелер бар. Бірақ оның бәрін мысалы жолға қоятын болса, өзіміз ішіміздегі туристердің саны артар еді. Және мысалы, егер сіз үйіңізден бір күн қонбай, мысалы басқа қалаға бар, қонақ үйде қонсаңыз, сіз туристсіз. Жалпы үйінен 5 қадам алысқа барған адам, ол турист деп есептеуге болады. Көрдіңіз бе? Енді туристердің санын есептеу туралы ол басқа әңгіме, ол статистикаға қатысты. Дұрыс, енді біз көбіне мынау Алакөлдегі шуда басты себеп болған себеп ол және де ойлаймын Бақытжан Базарбек пе еді, депутат болған кезде адам қайтыс болды, және соның бір анықтағаны бойынша мына бір демалыс орны бұрынғы облыс әкімінің орынбасарларының біреуіне тиесілі екен, мынау бір полиция басқармасы екен. Яғни қос стандарттылық айталық бір кәсіпкер болады ғой, ауылдың тұрғыны қайтсақ болады, ақшасын жергілікті. Оған енді тексеруде қалыпты келеді, ана өрт сөндірушіні сұрайды, ана құтқарушы сұрайды, ал енді қасында, дәл қасында сондай жағдайы бар адам, бірақ ондай шарттарды орындамаса, демек оған ол тексеріс сәл жұмсағырақ болуы мүмкін. Яғни осы қос стандарттылықта өкінішке қарай жаңағы енжарлыққа басқалардың апатиясын алып келеді. Анау істемей жатыр ғой, мен істемеймін деген секілді. Или мен неге істеймін, әлде мен неге істемеймін деген секілді. Және осы екіге бөлу, тағы да айтып отырмыз ғой, Қазақстанда туризм дамымауын емес, бір қосымша проблемасы ол бір коррупция. Коррупция деген сөз дұрыс емес, бір қалай айтсақ болады, сыбайластық дейміз ба, коррупция деген ақша беру ғой, жоқ, бұл жерде бір сыбайластық, паблату дейміз ба, жаңағындай таныстық бар, оның ішіне кіреді. Ауылдағы бір ақсақалдық болуы мүмкін. Жоқ, бөліп жарма, мысалы мен Жапонияда 7 рет болды, мен сүйікті өмірім ғой. Сол кезде айтамыз ғой, үйлері неге құламайды, жолдар неге бұзылмайды деген кезде, мемлекет өзінің қадағалаушы функциясын сақтандыру компанияларына беріп тастаған. Страховой компания дейміз ғой. Яғни бүкіл дүние сақтандырылады да. Ал енді сақтандыру агенттері ешқандай паблату, ақша ұсыну деген келіспейді. Себебі оны бас кетеді. Мысалы, мына жерде өрт сөндіруші тұрмады ма? Ертең соның кесірінен өрт болды ма? Анау шығынның бәрін ол компания төлейді ғой.
агенттің де жеке жауапкершілігі бар. Сондықтан да ана айтайын деп отқан мынау бізде мынау үкімет қазір бәрін өзі тапсырма береді, өзі ревизор, өзі қадағалап, ана бір мамалар болады ғой, баласына аузына тамақ беріп, жаңағы құйрығынды тазалап, бір үлгере алмайдасың ғой, жаңағы шашы дудырап, мына жақта 4-ші баласы шулап жатыр деген секілді. Үкімет қазір сондай бір функцияда да. Ал жаңағы өркениетті елдерде оны жаңағы мысалы кәсіподақтарға беріп қояды, сақтандыру компаниялары береді, яғни болмаса жергілікті басқару, енді жаңағы Швейцарияда секілді кантондар, 26 кантон 26 бөлек жұмыс істейді. Бізде сол өзінің бақылау функциясын бұдан әрі жеңілдетпесе, ол жаңағы жылда сол Алакөлдегі жайды қайталана береді. Тағы біреу қайтыс болады, тағы біреу суға ағып кетеді. Ол қатаңдата бергенмен ол мәселе шешілмейді ғой. Әрине. Бәсекелестік қажет Қысу қой бұл жерде, тексеру біздің бар білетініміз сол болып тұр ғой енді әзір. бәсекелестік қажет қой бұл жерде. Бәріне тең қарау қысқасы. Ал енді мысалы туризмді дамыту үшін не істеу керек мемлекет тарапынан? Бізде енді қазіргі уақытта мысалы мемлекет кіріссе, ол міндетті түрде бір ауыр жүретін процеске айналып кетеді. Сондықтан менің былай сыртқы көзқарасым, бақылауым бойынша сол бір жекелеген азаматтар қазір осы туризмнің, ішкі туризмнің дамуына үлес қосып жатқан сияқты. Енді мемлекет араласпай ақ қойсын, қандай жағдай жасау керек? Бұл жерде мысалы мемлекеттің функциясы не? Ол жаңағы жол салып беру керек, ауыз су тарту керек, инфрақұрылым жеткізіп беру керек. Мен бір қарапайым мысалы айтайын. Болды, иә. Мысалы мен Балқаш қаласында тұрдым 2-3 жыл. Сол қаланың инфрақұрылымы қаншалықты артта қалғаны, тұрмыс деңгейі, дәрежесі деген сияқты, туризм туралы айтпай ақ қояйық, ол 90-шы жылдары мысалы қаншалықты екен, қазіргі кезеңді алайықшы. Мысалы жол келді. Алматыдан Астанаға дейінгі жол өтті. Жол сырғып тұр. Бұрыласыз да Балқашқа кіресіз. Балқаштың өзінің инфрақұрылымы, мысалы көрсеңіз, көшенің бәрі жөнделіп жатыр. Қаланың инфрақұрылымы керемет жөнделіп жатыр. Енді ол нәтижесін береді ғой. Содан кейін мына жергілікті кәсіпкерлер туристік нысандарды салып тастаған, бәсекелестік бар. Былтырғы жылдың өзінде 400 мың турист келген. Енді әрине ол енді Түркияның деңгейіне жетпейді ғой, бірақ мысалы қанша дегенмен нақты демалуға болады. Мысалы мен өткен айда барып демалдым, 8 адам демалды, отбасымды айтайын. 8 адамға біз 300 мың төледік. Мысалы 3 күнге. Енді мен мына теңіз жағасында 3 күн жатсам. Бұл арзан ба, Өркен? Жақсы. Шетелмен салыстыратын болса. Жоқ, енді мысалы 8 адам шетелге шығатын болса, ол сіз енді билетке кетесіз. Кем дегенде әрқайсысына жарты миллион төлейсіз ғой, шыны керек. Ол енді ең бастысы теңіздің жағасы, құмы бар, таза, бақылау, ана жерде қажетті дүниелердің бәрі бар, тамағы, сонда жататын, ұйықтайтын, жуынатын жеріңіз бар. Енді біз тырысуымыз керек әрине өркениетті елдердегідей. Бірақ мысалы бізде бір қатып қалған бір қасаң бір түсінік бар да, шетелде бәрі керемет, шетелде бәрі ғажап, Қазақстанда түк жоқ деген. Мысалы сіз Стамбулға түскен кезде 45 евро, 50 евро төлеп барасыз ғой қонақ үйге дейін. Таксимен ба? Иә, таксимен. Мысалы сіз білмейсіз, ең бірінші ақпарат жоқ кезде. Ар жағына автобусқа отырып 100 лирамен барасыз ғой. Сіз көңіл күйін түседі, бара сала дейсіз. Жоқ, мысалы сол сияқты нәрсе ғой, бәрі салыстырмалы түрде. Қазақстанда да демалуға болады. Бізде жетіспейтін бір-ақ нәрсе бар да, бізде алдын ала жоспарлау жетіспейді. Ол мысалы 3 ай жұмыс істейді. Дәл Балқашты алайық, маусым айынан қыркүйектің ортасына дейін ғана, яғни 3,5 ай. Ол 3,5 айда қалған 9 айдың ақшасын табуға тырысады. Оны кінәлай алмайсың, өйткені оның табыс көзі ол да отбасын асырап отыр. Бірақ біз сол бір жақты қараймыз да, бұның бағасы қымбат, не былай екен деп. Егер сіз алдын ала жоспарласаңыз, соның бәрін есептесеңіз, жолыңыздың мысалы шығындарын, қонақ үй, тамағын қалыпты. Ең болмаса мен айтам да, егер ішкі туризмді, өзіміздің туризмді Қазақстан көргіңіз келсе, бар ғой туыстарыңыз, ауылға барыңыз, 1-2 күн жатыңыз. Болмаса ауылдағы шаруа қожалықтары бар ғой, солармен келісіп, сол жерде киіз үй қойып, бір апта жатыңыз өзен жағасында. Сол да туризм мысалы. Балаларды бір жағынан мәдениетке үйретесіз, елдің тұрмысын көрсетесіз, нағыз шынайы өмірді көресіз. Біз кейде бір алшақтап кеткенбіз, ана 4 қабырға қарап жатамыз да, бәрін сынай көреміз. Көрдіңіз бе? Иә, бұл жерде бізде бұған дейін туризм жаңа үкіметтің кішкене бір жұмысында олқылық не болды? Бізде
демалыс орындары әлде тым лакшери болды да, жаңағы Рексус деген секілді, әлде тым 5 мың теңгелік не туалеті су ақпайтын деген секілді бір енді өркениетті елдерде әр адамның қалтасына лайық әртүрлі деңгейде 3 жұлдыз, 4 жұлдыз, 5 жұлдыз, 7 жұлдызға дейін енді Дубайдағы секілді адам таңдай алады. Және өзінің таңдауына адам ренжімейді. Және мына тағы да өркениетті елдердің бір принцип қандай? Сен қандай деңгейдегі демалыс орнын таңдасаң да минималды деңгейдегі бір комфорт болу керек. Ол әжетхананың тазалығы, жолдың дұрыстығы болады ғой. Бір енді қол жуған кезде мысалы бізде кейде өткенде Алматы әуежайында тұрмын, бір сторис салайын десем, қош дедім. Өз-өзім күлемін. Қол жуып жатсың Алматы әуежайында, сабын таусылып қалғанда или сабын жоқ мысалы. Енді ондай дүниені басқа жерде елестету қиын. Айталық осындай бір бағасына қарамастан ол Рексус болсын, 3000 теңгелік хостел болсын, бірақ бір минималды талаптар бар да, өкінішке қарай. Осы дүниелердің өзі кейде орындалмаған кезде сен көңілің қалады. Енді қалай деген сияқты болады ғой, енді былай. Жастықтың тысы деген секілді бір хотя бы сол таза болу керек деген секілді мысалы. Енді осы дүниелер айтылу керек, және адамдар осыны талап еткен кезде неге былай? Мысалы мен төледім, ең болмаса былай, мен артық нәрсе сұрап отқан жоқпын, мен минималды комфорт сұрап отырмын деген кезде, талап еткен кезде кәсіпкерлер де енді бұған бейімделеді деп ойлаймын. Қазір менюді қазақша сұраған кезде қазір көп кафелер енді ауыстырып жатыр ғой, сұрамайынша 30 жыл жүрді мысалы. Сол секілді бізді талап етіп үйренуіміз керек, және ішкі мәдениетімізді арттыру керек, және ең бастысы жоспарлау. Мысалы мен жиі айтатын мысалы, Иранда Наурызды 13 күн тойлайды. Өте қатты тойлайды, және соның бір күнде бәрі 80 миллион, почти 90 миллионға жетіп қалды ғой. Парсылық міндетті түрде үйінде отырмау керек, сондай ырым бар. Үйде отырсаң көшеге шығып кетеді, бақытсыздық болып қалады деген секілді. Сонымен міндетті түрде біз как раз Яков екеуміз бір Наурыз кезіне түсіп қалдық та, солай жоспарлағанбыз. Көшенің бәрі палатка сатып жатыр, раскладушка сатып жатыр. Соғыс басылайын кетті ма деп қорқып кеттік те, ту деп. Елдің бәрі мобилизацияға бір дайындалып жатқан сияқты, бір ұлы көшке деп айтайықшы. Кәдімгі бүкіл қаладан сондай бір көшке дайындық сезіледі. Бүкіл жерлерде раскладушка, туристік заттар сатылды. Не болды десек, енді бір-екі күннен кейін ешкім үйде отырмайтын күн дейді. Күшті. Енді ол қайдан шыққан семантикасын қараған жоқпыз. Бірақ қайдан шықса да, тем более Наурызға бүкіл Иран 90 миллион халық былай дүркірейді, бір-біріне барады, сыртқа шығады, далаға кетеді, үйде отырмау керек. И қазаққа да айтқан секілді, кішкене диванда жатып үйреніп қаламыз енді. Сол жоспарлау керек та, жоспарлау үйрету. Мен де мамаларым өзімен шыны керек, мамам болса да кейде Таразда бара көреміз деген қазақта жаман сөз бар ғой. Пойызға билет алмаған. Қазір анаяқта зайчикке болар әйтеуір. Проводникке ақша береміз. Бара көреміз деген. Қалай бара көресің? Орын жоқ, орын жоқ деген нәрсе, орын жоқ, значит. Все, оның басқа жол болмайды ол. Біреуге звондау, ана жерде бір таныс бар. Жоқ, соған үйреніңіздер, алдын ала бұрында. Өйстіп, мен ішкі мәдениетпен инфрақұрылым даму, үкіметтің міндеті қандай дедіңіз ғой, инфрақұрылым, жол салу, ол түсінікті. Және ішкі мәдениет екеуі қатар өссе, шіркін-ай, бірін-бірінен қалып кетпей. Туризм дұрыс бұйырса дұрыс дамиды бізде. Мен қоса кетейін тағы, мысалы жаңа айтып жатыр ғой өркен, Ирандағы Наурызды қалай тойлайтын, ол негізі мына түркі парсы халықтарына ғана тән мейрам ғой. Бізде сол олардың деңгейіне жетпесек те, Наурыздың ерекшелігімен біз көрсетіп, соны шетелдік туристерге жақсы жағынан мысалы жарнама жасап, шақыртып, өзінің бір специфика дейді, ерекшелігін көрсетуге болар еді. Әрине мысалы жаңа Қызылорда, Тараз, Түркістан, Жамбыл, Алматы, Талдықорған деген сияқты жылы жақтарда Наурызда тойлауға болады. Неге жасамасқа сондай деңгейде деймді. Мысалы бізде жаңағы кішкене солтүстіктен мысалы сол жаққа барса, біздің елімізде де оған сұраныс бар. Жарайды, мен енді солтүстік туралы айтып отырған жоқпын. Тіпті мәселе оны кейінде баяғыда 90-шы жылдары Наурызда кейінірек тойлайтын едік. Енді сіздер де білмейміз, солтүстікте солай тойлайтынбыз. Кәдімгі бар, сән салтанатымен. Сол сияқты дәл Наурыз кезінде сол 5 күн өзі 3 күн бола ма сәйкес келеді. Сол кезде мысалы барып көруге болады. Қаншалықты мысалы шетелдік туристерге ол қызықты деп ойлаймын да. Жалпы кейде қараймын, туризмге қызығатын адам ол қиыншылыққа, жолдың ұзақтығына, жағдай жоқтығына қарамайды. Мысалы мына Баян-Өлгейде қазақтарды қараңызшы. Кәдімгі шынайы өмір, малын бағып, қойын құрттап,
айран ұрттап деген сияқты өмір сүріп жатыр, иә. Соған ана Улан Батырға ұшып келеді Европадан. Мына жағына бәлен 100 километр қашықта жатыр. Сол қазақтардың үйіне келіп, кәдімгі қиын енді тұрмыс салттары өте, комфорт жоқ, иә. Соның өзінде келіп көріп жатыр ғой, қанша жақсы. Осыдан туындайтын сұрақ ендеше. Президенттің мен айттым ғой, мәтінмен танысып отырмын деп. Сонда да айтады. Яғни мына ауа райы да, жалпы жасалған жағдайы да бізге ұқсас елдердің арасында біз соңында тұрмыз дейді. Мысалы, Моңғолиямен салыстырып отырмыз ғой, иә. Неге Моңғолияға барады, неге бізге келмейді? Себебі олар аутентикасын сатап қалды. Біз не көшпенді емес, біз не анау емес, қалалық емес, қазір шыны керек қалалық, біз қазақ шыны керек уже қалалық мойындау керек уже болды уже. Сондықтан мен соны ішім ашиды, және бұл жерде басты айтатын мәселе, сен не істесең де ода бір жасандылық байқалмау керек. Үкіметтің қатысы, бір партияның бір логотипінің шеті деген секілді былай. Мен де шетел жүрген кезде бір шараларға барған кезде, мысалы тағы да сол Иранға бізді баядай осы екінші рет алдап апарды, бір туризм шарасына апарды. Алдап апарды. Халықаралық қолөнер фестиваліне апарды, Яков екеумізді. Содан қатыстық еді бірінші күні. Болады енді бір жақсы. Содан кейін әлі 10 күн жатасыңдар дейді. Қонақ үйден шығуға болмайды дейді. Қалай шығуға болмайды? Сіздер басқа қалаларға барамыз деді. Жоқ, 10 күн жатасыздар. Сонымен біз қашып кеттік. Сөйтсек бізді алдап екен. 10-ші күні ана Иран ислам революциясының былтыр қанша жылды ғой? 75 жылдығы ма? Сол парад, негізі біз сол парадты көруге шақырған екен. Былтыр енді Иран халқы негізі қатты болды ғой, билікке деген өшпенділігі. Соған халық әлі бізде қолдап отыр. Соған халықаралық журналистер шақырып, куә міне біз билік істеп жатыр енді. Ана өтірік екен, туризм. Содан айналайын Иранға ендігер бармайтындай болдық қой. Жоқ, айтайын деген, мысалына Кенияда Масай тайпалары бой ұзын секіріп атады ғой, солар енді барған кезде олар қалада тұрады да. Соңын қаланың шетінде ауылдарын салып қойған, лашықтарын. Күніге таңертең таңғы 6-да автобуспен алып келеді да, киімдерін киіп, джинсилерін шешіп, киімдерін киіп, таңғы 8-де туристер келеді. Солар күтіп алады. Секіріп, туристер кетіп қалады, олар да үйлеріне қайтады. Енді ең жаманы, сен ол жасандылық сезесің да. Ана жерден бір болмаса, кинода бір ляп деген нәрсе бар ғой. Трояның киносында біреу соткамен машина көрініп қалады. Ляптарды көресің. Бізде өкінішке қарай Қазақстандағы туризмде де, осындай біздің ұйымдастырып жатқан іс-шараларда, Түркістанда керуен сарайдың ішінде де бір ляптарды көріп қаласың да, көңілің битіп қалады деген секілді. Ана жібі көрініп қалады да артында. Шынайы болу керек қой. Шынайы. Мысалы бізде қанша, мен осыны кезінде Сапарбаев ағамызға айттым, Жамбыл облысында әкім тұрған кезде. Мысалы Жамбыл облысын алып қарайықшы, мен Жамбыл облысын жақсы білемін, 10 аудан бар. Қалай айтсақ, мысалы бізде тек зергерлер ауылы бар, Құлан жақта, Берік Әлібай деген ағамыз зергер соқтан шыққан. Яғни мен ол ауылда болған жоқпын, бірақ 30-дан аса цех бар дейді да, сол ауылдың өзінде. Ойлап қарашы, ондай ауыл жоқ. 30-дан аса цех бар, алтын, бұйым, жан-жаққа жер бар, адайларға сатады, анда сатады. Енді неге жолдың бойында батыс Қытай, батыс Европа жолдың бойында тұр ғой. Ана Францияда қалай жолдың бойында келатасың, не жерде қазір шарапхана бар, не жерде жолдың бойында баратқан жеріңді ұмытып қаласың, қайда баратқанын. Ана өйтіп қызықтырып тұрады да, былай жүр 5 километр. Зергерлер ауыл десе бәрі кетеді ғой, құдай. Барып қаншама сауда жасайды. Болмаса, мен айтамын, Масанчы ауылы проблема болған жалпақты Масанчы, Сортөбе, Қордайдағы дүнгендер отыр. 70-80 мың дүнген бір жерде прям компактный, өздерінің дәстүрлерін сақтап, ешкімге қыз бермей деген секілді. Мысалы енді әрине олар да өзі ынталы емес, бірақ соларға тренинг жасап кішкене кәсіпкерлерін кішкене ауылды қалай айтсақ ашқызса болады ғой. Мысалы сіздердің үйлену тойларыңызға мен барар едім, пожалуйста. Үйлену тойларына бір бөлек стол жасасын да, мен 50 мың теңге төлеймін, бірақ бөлек столда отырайын, лағмандарды жейін да, бірақ қарап отырайыншы, просто қызық қой. Қашан сен дүнген тойында боласың? Болмаса театр ашсын, биін көрейін деген секілді. Мысалда жоқ, олар жабық. Және оны істете алмай жатқан тағы да сол әкімшіліктің, ол енді құлықты емес, тапсырма жоқ, адам аз, ақша аз деген секілді. Бірақ қолдан ешнәрсе жасап керек емес деген ғой, Дубайдағы секілді бір 100 этаж небоскреп салып бізге керек емес, әлем таң қалдыру үшін. Бізде дүнгендердің компактный отырады, зергерлердің ауылы бар.
құдай осы секілді жаңағы мына тараз осы жол жаңағы қызғалдақ фестивалін жасады, барып қайттық. енді шыны керек жол нашар, бірақ енді мен ырза болдым, потому что Шымкенттен біз сол инициативаны алып кеттік. Бұған шейін Шымкент деп тұратын. Өйткені бұл жерде жаңағы Қазақстанда 17 субъекті болса, әкімшілік, олар бірін-бірімен жарысу керек та. Турист маған кел, мысалы Америкада 51 штат, мен ана халықаралық ITB биржасында болған кезде ақш деген не жоқ, павильон жоқ, ақшқа келіңдер деген. Бір кезде қарасам Аризонаның бөлек павильон, Неваданың бөлек, как будто бөлек мемлекет секілді шығарды. Жоқ, ол жақта онша емес, құм дейді да. Вот біздің құм емі бар еще деген сияқты. Ой, оныкі жай су, біздікі плюс тұзы бар деген секілді. Анау конкуренция ғой енді. Өйткені әр штаттың өзінің бюджеті бар, әр штаттың өзінің былайша айтқанда құлқыны бар. Бізде енді ана бәріне жаңа совет заманынан қалған не ғой, жаңа не істесең де бәрі бір ақша төлейді, не істесең де бәрі Астанаға салығын алып кетеді деген секілді. Сосын қызықпайды деді қысқасы. Жанымды азаптап не қыламын? Келсе келсін, келмесе қойсын деген секілді. Бір осындай енді біз оған келе жатырмыз, әкімшілік орталықсандыру бар ғой қазір, енді облыс бюджетіне, ауыл бюджеттерін қазір енді тырысып жатырмыз. Осы процесс шіркін-ай дами берсе, онда мынау ішкі конкуренция дамыған кезде қызық болады ол. Ол кезде қызық болады. Дұрыс, иә. Мысалы мен бір мысал келтіре кетейінші. Бізде мына Қостанай облысында былтырғы жылы қатты тасқын болды ғой, тасқын су болып. Сол кезде әр жақтан енді әсіресе мына Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне көп көмек жасады шыны керек. Оның ішінде мына Торғай өңірін, өйткені енді бұл ахаң жақаң ел дегеннен кейін сондай бір жылылық бар да шыны керек. Сол кезде көп киіз үй көрген. Өзіңіз барғанда көрдіңіз ғой. Қазір әр ауланың ішінде киіз үй құрып қойған. Ана жерде жер көп қой. Биесін сауып жатыр. Мына жерде енді темір киіз үй болса да, бір кішкене бұрынғы өзіміздің немізге аутентика бар да. Барасың, кіресің, сәлеміңді беріп, қымызыңды ішесің, ана жерден бауырсағыңды жеп. Мысалы, қарар, бір нәрсеге сеп болды да, көрдіңіз бе? Сондай нәрселер қарасаңыз, өзіңіз көрдіңіз, жол бойында қазір киіз үй көп. Ана бір Құмкешу деген жерге барсаңыз, кәдімгі этноауыл құрып қойған. Жаңа Дубай демекші. Дубай ана жерде тұр, Құмкешу деген жерде. Сол этноауылдарда да жасандылық бар, иә? Жоқ, жасандылық бар, бірақ ең бастысы бұл жерде айтпа ойым, мысалы жаңа кәсіпкерлік субъектілері ғой, жай ауылда жүрген балалар, бір сол жердің тұрғындары, мысалы бір жаңа Құмкешу деген ауылда, мына пандемия кезінде қымыз өндірісі дамып кетті бізде Торғайда. Кәдімгі Астананы қымызбен, Қостанайды қымызбен қамтамасыз етіп, бір ана Құмкешу деген ауылда күніне 20 тонна қымыз өндіреді. Кәдімгі адамдар соны кәсіпке айналдырып алған. Көрдіңіз бе? Яғни бұл, мысалы, сол жерге барсаңыз, сіз жаңағы өзінің ерекшелігін көресіз. Қымызы бар, суы бар, Дубайы бар. Ар жағына барсаңыз, геоглифі бар. Мысалы, былай жүрсеңіз, ахаң мен жақаңның жаңағы басасыз музейі бар деген сияқты. Өзінің енді ерекшеліктері әр өңірдің деген сияқты ғой. Моңғолия дегеннен туындап отыр ғой. Мысалы, Моңғолияның жарнамасы CNN-нен түспейді дейді. 24 сағат бойы айналып тұрады дейді. Егер біз сөйтіп CNN-ге жарнама беретін болсақ, үміт бар ма? Жоқ, мәселе CNN сізде келеді ғой. Егер кеше мен бір жазбаны оқып қалдым Фейсбукта, Қытайдың бір алыс бір провинциясынан жаңағы Алматыға ұшып келіп жатыр дейді да, бір турист. Сонда ол жаңағы біреуден естіген, бір неден телевизордан бірден көрген, сонда ол таңғалып отыр да, жаңа кездескен кісі. Ол мысалы Қытай қалай ол жалғыз өзі келе жатыр дейді да. Ол таңғалатын ештеңе жоқ. Мысалы Алматыны қазір қарасаңыз, бүкіл оңтүстік шығыс Азия, Үндістан, Пакистан, әлемнің қай жерінен туристер деген ағыны мықты қазір. Жаңа Дубайда жүрген сияқты шыны керек. Адамдардың ана кескін келбетіне қарап. Бұл жерде мәселе біз өзіміздің мына Қазақстан орнымызды табу керек та. Біз кімбіз? Самоидентификация, туризм жағынан. Біз Өркеннің айтқаны ғой жаңа. Иә, айтып отырмын. Біз этнотуризміз бе? Әлде біз жаңағы Дубайдағыдай биік ғимараттарымыз ба? Әлде біз орталық Азиядағы әдемі жаңағы мысалы кешендеріміз бар ғой, Түркістан ашып кеттік, солмыз ба? Біз өзіміздің орнымызды таба алмай жатырмыз да. Шыны керек. Кім Назарбаевтың айтқан сөзі баяғы, біз батыста емеспіз, шығыста емеспіз, Еуропада емеспіз, Азияда. Осы жақсы, бірақ туризм үшін жаманда сен бір кескін бір сөзбен Қазақстан мысалы айтыңызшы, Қазақстан бір сөзбен не ал? Дала ма? Жоқ, дала дейін десең ол қалада бар. Қала дейін десең көшпенділік.
қиын да, бір бізді формулировать ету өте үлкен территория, әртүрлі бір, мысалы жаңа Монғолия ол жаңа болды, этникаға жатып алды. Этнотуризм, атпен шабу, қымыз, жаңа бузы жейді, ана Хопсы көлдеген көлдері бар, жаңа Леонардо Ди Каприо жатып демалған. Гоби шөлі деген бір таза табиғаттың бергенімен, и соған бітіскен бір тұрмыстар әлі ажырамаған. Жаңа Улан Батырдың өзінде мен 2 рет болдым Монғолияда. Улан Батыр былайша қала ғой енді, бүкіл мемлекеттің жартысы бір қалада тұрады. Бірақ ана шоқысына тұрсаңыз биік жерінен жаңа айтқан дүние, астанасының өзінде де неден арылмаған аутентикадан. Әр көп қабатты үйдің алдында тағы бір киіз үй тұрады. Гер дейді ғой енді олар, киіз үйлерін былай жатаған. И осындай ақшаңқан киіз үйлерден көзін тұнады енді. Астананың өзінде. Оны ауылда айтпай ақ қояйын. Енді әрине көңілің толады, және сен бір қалаған шаршап келгендегі бір нені басасың. Көріністі көрін. Мысалы, енді бізде сол ғой жаңағы. Қызықтырсан, ол мәселе турист шалғайлыққа қарамайды. Және шынайы болу керек сол. Шынайы деген мысалы адамдардың күлкісі, тұрмысы. Мысалы Алматыда Көкбазарға барасыз ғой, ол бағасы қымбат, мысалы жергілікті тұрғындар үшін. Бірақ туристерге бұл аутентикалығы бар да. Шетелден келген туристер жаңағы шынайы, нағыз, мысалы құрттың дәмін, біздің жаңағы етті, жылқының етін, сосын үстіне шығып соның сорпасын ішесің деген сияқты. Былайша айтқанда, міне осы керек та. Жасандылық қажет емес. Шынайы, адамдары да шынайы, кәдімгі сатушысы да сол жаңағы шамалы ағылшыншасымен сөйлесіп, қаншалықты өзінің, міне осындай нәрселер керек та. Жаңағы баяғыда Өркен айтып отыр ғой, Тараздағы мысалы жергілікті Көкбазарды айтсаңыз, ол қандай әдемет те. Сондай нәрселер керек та. Мысалы туристер мысалы хабарласады ғой, мен енді жаңағы орыс тілді шетелдік туристермен жұмыс істеген кезде олар айтады, Артемға алып баршы дейді да. Мен айтып, Артем не десем, Артемді жаңағы кәдімгі бұрынғы кезеңнен қалыптасқан өзінің жаңағы базардың мәдениеті бар да. Ол жаңағы сауда орталығы емес, барасың, сол жерден құрт сатып аласың, сол жерден бір жаңағы шырын сатып алып ішесің. Жаңағы өзінің бұрынғы ескі заманғы, бірақ бір жағынан шынайы тұрмысы. Лағмандар, қасықтар, баяғы алюминийға қалай қасықтар болса, ою деген сияқты. Сондай тұр. Онда неяқта ресторандардың бәрінде сервис андай не ғой? Бір фабрикадан шыққан жылтыраған қасықтар, неяқта қалай қасықтар да, Еуропаның мысалы туристі, ол шаршаған, оған биік ғимарат керек жоқ, оған бір жаңадан бірдеңе ашқысы келеді да, көрдіңіз бе? Сондай нәрсені көргісі келеді. Ол жаңағы не секілді ғой, бір мысалда дайындалып отырмын. Бұл әр әкімшіліктің туризм тағы да айтып келейікші, әр мемлекет, әр ауылдың өзінің бір жауапкершілігі. Мысалы біз жаңа Эфиопияның жабайы тайпаларын аралаған кезде бір 6 тайпа арладық. Сол кезде Хамар деген бір тайпа алған кезде тайпаның басшысына ақша бердік, жаңағы 1000 бір ма, енді Эфиопияда ақша бір деп есептеледі. Сосын ол тайпаның басшысы айтты, так, ауылдың тұрғындарына айтты, бір 2 турист келді бізге, назар аудармаңдар бұларға. Әркім өздерінің жұмыстарын істеп жүре беріңдер, сиырыңды сауыңдар, ұйықтайсыңдар ма, пиво ішесіңдер ма, өздерің білдір. Вообще назар аудармаңдар, бұларға қасына жоламаңдар деді. Және қумаңдар. Сөйтіп біз не істедік? Олар әркім өзінің тұрмысын жасап жатыр екен, болады ғой, кинодағы секілді жануарларды аралап жүрген секілді. Үйді аралап жүресің да, тиіспейсің бар, үндемейсің, бүйтіп суретке түсіріп, жайлап, рахмет деп кете бересің да. Енді келесі тайпаға бардық, ұмытып қалдым, каримет, бетін бояйтындар. Ол жерде тайпа басшысы жоқ екен да. Енді анау 1000 адам тұратын ауыл, біз 2 адам келдік. 1000 адам 1 сағат бойы қасымызда жүрді, бүкіл ауыл бізбен бірге жүрді. Ұстап, денеңді ұстап та. Жұмыс істеп берді. Камераңды түсіре алмайсың, камераны шығарсам болды. Мені түсірме, бір бер жаңағы, ақша бер. Мен даланы түсірейін бе, кетші ана яқта сиырды жоқ. Сонымен тайпа жайлы әсер қандай? Бармандыр, уже туристер әбден извратили, орысша айтқанда, азғындап жүрген. Екіншіден, өздерін басқаруы жоқ, түсінбейді. Керісінше сен мешет етпе. Ақша сұрама, таксистер секілді жалбандама, тек қана өзінің тұрмысын көрсетші, болды. Назар аударма. Өзінің ісін істей бер. Бір ақысын қойып қой. Болды ғой, туристке басқа ештеңе керек емес. Осы дүние бізде бағана әңгімеден ауытып кетті ғой, мысалы мен бір арманым, Қызылордаға осы 1 айда 3 рет бардым. Қашан піседі деймін, Әміре қауым бет, Торлама қауым бет, біресе күзде дейді, біресе қыста.
мысалы мен Тәжікстанға бардым, бұрынғы Ленинабад қаласы қазір, Худжанд. Сол жақта енді Тәжікстан білесіздер ғой, анау жыл сайын фестиваль өтеді. Август айында мен бардым былтыр, Гүлнар Башкевна екеуміз бардық. Енді анау фестиваль бізге әкелді ғой, Эмомали Рахманов экспоға. Қауындарды бүйтіп кесіп таласып алатын. ассорти жасайды ғой. Енді ана шедевр қауын қарбыздан жаңа мүсіндер қойып тастаған ғой. Ана неше түрлі қауынның сорттары. Енді ана батасын кәдімгі, рахатқа батасын да енді. Қайттан барғым келеді шынымен. Қазір өзім айтып отыр, өзім сілегейім шұбырып кетті мысалы. Қайда мысалы? Қызылордада енді айтамыз ғой, Торлама қауын, Мұрат әбен мақтайды, Әміре қауын. Өзіміз де білмейміз ғой қазір. Персиковый іші сары емес кәдімгі, персиковый, оранжевый қауындар бар. Мен Қызылорда үш рет бардым, бір кәдімгі қауын өткен жеген. Бір жақтан келген. Мысалы Павлодардың мына Лебяж деген ауданы бар, Аққу орталығы. Сол жерде қарбыздан осындай бір керемет мысалы. Иә, оны әйтеуір жерлерде бірдеңе жасалып жатыр, бірақ бір жүйе жоқ, орталықтандырылмаған. Вот адам сондай бір ивент дейміз ғой, бір шараға барады да, құр бара салмаймыз ғой. Мысалы біз белгілі бір фестиваль, қымыз мұрындық, жаңа қызғалдақ фестивалі, қауын фестивалі, құдай-ау, мысалы енді жаңа өткенде Сырымбек аға Жаңа Зеландия барып таңғалып кетті ғой, хотя енді ол $100 төледік, қой қырыққан қарап отырдық, өзімізде бір-екі қырықтық, соны $100 төледік. Торғайға алып барайыншы. Вот сол ғой. Өреке. Қаншама жерде қой қырқайық сосын бар. Кім $100 бар? Маған қызық даже қазірдің өзім қой қырсам да. Айтайын деп отырған мүмкіндік мүмкіндік көп. Көретін адам миллион мүмкіндік көреді. Бірақ өкінішке қарай бір үкіметті тағы кінәлай берсең, енді ол оның басты қазір проблемасы. Біздің әлеуметтік мемлекет қой енді. Газды шешу керек, жаңағы қазандықтар жарып отыр. Адамдар шіркін-ай өзі сол мүмкіндіктерді көріп өзі ұсыну керек та. Міне қоғамға жалпы мысалы адамдардың сана сезімі қажет қой. Мысалы сен барған жеріңде ластама, қоқыстарың жинап кет, жаңағы ертерек жоспарла, баратын жеріңе бар. Сосын өзге мысалы мен туризмді жалпы өз елін аралағысы келетін адамға мынадай ұсыныс айтар едім. Сен әуелі мысалы ауылда тұрасың ба? Не қалада тұрасың ба? Әуелі осы қаланы қара зертте. Сосын көрші облысқа бар, одан кейін ар жағына, сосын оңтүстікке, солтүстікке, географиясын кеңейте бердің бе? Сана сезімді кеңейте. Өте әдемі, жалғастырасыз қазір. Бұлай айтуға келе ме? Шетелге ұмтылмай-ақ қойыңдар деп. Мысалы, шетелді қоя тұр. Шетелді қоя тұр Қазақстан. Мысалы, біз ана Қазақстанды әлі білмейміз да. Мен мысалы біздің Өркен екеуміздің айырмашылығы айтайық. Өркенден туризм саласында жүрген жігіт қой. Ол жігіт көбінесе мысалы шетелге барады, иә. Мен мысалы бір 15 ай елде болдым. Жылына өзім тиын тебенім жинап, кәдімгідей дайындалам, бір жыл бойы баратын. Мысалы барған жерімде түскі асымды қай жерде ішем, кешкі асымды қайда ішем, не көрем деген сияқты. Мысалы 1-7-5 күн болса да сол сияқты. Ал айтайын дегенім, Қазақстанды сіз параллельно айналысу керек деп ойлаймын да. Қазақстанды мысалы біз танып болған жоқпыз. Мен Қазақстанның бүкіл 19 облыс орталығында, бүкіл облыстарының аймақтарында болдым. Сол кезде оның әртүрлілігі маған қай кезде түсінікті болды айтайын ба? Шығыс Қазақстанға барған кезде қалың, енді бізде Қостанай облысынанмын ғой, мен туған жерім. Бізде енді Аманқарағай басқамыз бар. Бірақ жаңағы ұзын, тоқтаусыз жаңағы орманды көрген кезде барып мен ойладым. Біздің риддерге барған кезде біздің жаңағы жеріміздің үлкендігі, айырмашылығы сонда ғана байқалады. Сондықтан менің ойымша әрине шетелге бару керек, жылына бір рет шығу керек деп айтты. Керісінше, өйткені шетелдің өмірін сіз салыстырасыз, сосын айтасыз, бізде неге олай емес деген сияқты да. Сұрақ туындау керек. Екінші, әрине міндетті түрде Қазақстанның өзін тануымыз керек. Біздің мысалы кең байтақ еліміз бар ғой. Өкінішке орай мысалы Петропавлда тұрған адам Қызылорданы білмейді. Шымкентте тұрған адам Оралды білмейді. Өскеменде тұрған адам Атырауды білмейді. Екеуінің арасында байланыс та жоқ. Тіке барайын десең, сіз міндетті түрде Астанаға не Алматы арқылы өтесіз. Уже транспорт байланысы да әлсіз, көрдіңіз бе? Осындай мәселелер де бар. Сондықтан менің айтарым, шетелге міндетті түрде бүкіл тиын тебеніңізді жинап, жылына бір рет шығыңыз. Ал Қазақстанды үйіңізден бастап, жаңа географиясын кеңейте беру керек.
ол сіздің сана сезіміңізді де кеңейтеді, танымыңызды ұлғайтады, жалпы туған жерге іңкәрлігіңізді де арттырады. Вот сол бізде жоқ қой амандық. жоқ, енді ол тәрбиелеуіміз керек қой. Сіз біз болып осы балаларымызды жаңағы мынау біздің әлі де адайлар, қоңыраттар, ежіктер, бөлінетін судан ғой. Мысалы мен айтамын баяғыда адайлардың мысалы Маңғыстау облысында ше қанша проценті қатонда болып көрді, мен ойымша 90% болған жоқ. И сол секілді қатонда кержақтар, басқалар қаншасы үстірт болып көрді, 90% болған жоқ. Сондықтан да біз өзімізді біртұтас ел ретінде сезінбейміз да, әркім өзін батпағында отырып құрқылдайды деген секілді. Мына әр адам өзіне шіркін мақсат қойса, мысалы 17 облыс бәрін аралап өтем, балаларымды апарам деген секілді бір. Ол сол кезде өзімізді патриотизм деген негізі сол. Көп адам айтатын сұрағы, ол бағасы қымбат қой, уақыт жоқ қой деймін де. Жоқ, үнемдеудің жолдары жоқ, мен айтайын деп отырмын ол сол. Мысалы, сенбі жексенбіде үйде жатасыз, төрт қарға қарап. Мен түсінбеймін де. Бар онда. Мысалы мен бір апта бір саяхатқа шығам, екінші апта үйде қалып қойсам, келіншегім қабағыма қарап айтады, сені көңіл күйің болмай жүр, шаршап жүрсің, мүмкін тағы бір жаққа барармын, билет алып берейін ба деген сияқты ғой енді. Әсірелеп жатырмын ғой. Айтайын дегенім, мысалы сіз төрт қабырғаға қарап жатқанша, ең болмаса бала шағыңызды алып машинаға отырып, машина болмаса қазір мынау жедел пойыз жүріп тұр ғой, сағат 11-де отырасыз, сағат 2-де түсесіз. 2-ақ сағат Бурабайға жеттіңіз де, кешке дейін қыдырып балаларға көрсетіп, табиғат аясын шығып қайтып келіңіз, ең болмаса, егер қонатын үй қымбат болады. Сол сияқты адам бірте соған үйренеді. Бір нәрсе қосылайын, амандаған сөзін оқырмандар соны түйсе, спираль принципі деп айтамын, енді амандаған айтқан. Мен мысалы баяғыда Ойық ауылында тұрған кезде, мектеп классының өзінде менде сондай бір ғылыми подход болды. Ойық деген ауыл құмның ортасында, Талас ауданы. Не бар ауылда? Бір ғана мешіт болды, Ноғай Ишан деген кісінің кесенесі, 19 жас. Соның бар, метрмен бар санап кетедім. Ені осынша, ұзындығы оншаса, тасы бір гранитке ұқсайды деген сияқты ма бір. Соңғы дәптерге алып. Енді бір содан басталған мен сияқты. Ауылдың ішінде не бар қызықты? Ноғай Ишанның ескі дүние екен деп, сол 8-ші класста. Содан басталды, одан кейін аудан орталығын араладым. Кейін мен қалаға келгеннен кейін Жамбыл облысында 10 аудан бар. 10 аудан түгел аралап шықтым. Мойынқұм, Құдай не бар? Кейін енді біз Яков екеуміз Қазақстан бүкіл 17 болды, 19 болды, бүкіл облыс орталықтарын аралады. Кейін ірі қалаларын облыс орталықтарынан бөлек бар, Балқаш деген секілді, Риддер, Рудный деген секілді, Макинск деген секілді, Жанатас деген секілді. Енді Яков досым бүкіл аудандарды аралап шықты, бүкіл аудандарды. Мен енді әлі ондай статистика жүргізген жоқпын. Бірақ осы бір дүние бір стандартқа айналса, тек қана саяхатшы біз үшін емес, жалпы әр қазақ үшін. Онда ол көп босып жүрген, көп сөйлеп жүрген патриотизмізге осы іспен дәлел болады. Көпіріп сөйлегеннен гөрі ел болайық, ойбай, Қазақстан. Немесе үкімет деп тағы да. Жоқ, сен сол кезде қазақты бірдей жақсы көресің. Сен солтүстіктің қазағында, оңтүстіктің Шардаран қазағында, Адай қазақта да бірдей жақсы көресің де. Осының бәрі менікі. Садық Шерімбек айтып жүр ғой, қазір бір саяхат деген түсінің бәрін, мына жердің бәрі менікі деген сезім пайда болды деген секілді бар ғой, бір қасық қанымды бергенше дайынмын деп. Осы сезім бұл туризм емес, уже біз идеология етіп қалдық, бір ұлтқа деген махаббат, ұлтты не сақтайды деген дүниеге кетіп қалды да. Біз уже туризмнің негізгі ақша табу деген мағынасы емес, бір сакральды мағынасына кетіп қалдық та, бұл бір ішкі жан дүниесіне кетіп қалдық. Сондықтан бұл өзімізге керек ең біріншіден. Сана сезіміңіз өзгереді, сіздің көзқарасыңыз өзгереді. Әдемі, өте әдемі ой. Сондай. Екінші мәселе, қоқыс, сіз бір сөзіңізді айттыңыз. Өте дұрыс. Мен мысалы мынау Нұрлы жолдың артынан шығамда Есілдің жағасымен 4 шақырым Қызылсуаттың жанындағы үлкен жол бар ғой, мысалы соған дейін жүріп қайтамын Есілдің бойымен. Күнде таңертең сол кезде мен жатқан әрбір қоқысты білем. Ана жерде қаппен жатыр, мына жерде пакетпен жатыр, мына жерде шашылып жатыр. Және күнде пайда болған қоқысты көрем. Ішім ауырады. Азаймайды. Анау керісінше көбейіп жатыр мысалы. Бұрын қарбызды жеп тастап кететін, қазір сол жерге үйіп жатыр, қоқыс бір несі сияқты, жәшігі сияқты. Үстіне әкеп тастап жатыр. Мен мысалы бұл жерде егер адам өзінің жерін, табиғатын осылай сүймесе, енді бәрі емес, тастағандарды айтайықшы, олар осы мынау Қазақстанның сіздер айтып отқан ойға
яғни Қазақстанды аралау деген мәселеге оларды қалай нетуге болады? Бұл жерде бәрі жаңа идеология дедік, басқасын дедік, негізгі тәрбие ғой, адамның ішкі өзінің сана сезімі, осы елдің азаматымын ғой, осы мына жерде менің ұрпағым тұрады деген сияқты түсінік болу керек та. Өкінішке орай жаңағы әлі кейбір санас адамдар арамызда баршылық. Сондықтан бұл екі нәрседе, егер айтады ғой, тәрбиеде мысалы бастысы, мен жай бір қарапайым мысал келтірейінші. Бұрын бізде Целиноград кезінен бір дәстүр, қалада тәртіп бұзу, машиналардың заң бұзушылығы, мысалы сергек енгізіліп еді, бәрі заңға бағына қалды. Өйткені ол қалтасынан ақшасы кетіп жатыр. Көрдіңіз бе? Яғни бұл тәрбиеге көнбейтін болса, оның басқаша жолын жасау керек. Көрдіңіз бе? Екі-ақ жолы бар. Не тәрбие, не оның қалтасын қағу керек. Басқа жолы жоқ. Иә. Енді мен қазір мақтанған емес, мен анық қалай айтсақ кепіл бере аламын деп пе, мысалы мен 10 жасар Сафия мен 8 жасар Асия қызым енді анық мусор тастамайды. Өйткені мен әу бастан солай үйреттім. Және қазір күніге Асия айтады, мен кеше дворда балалармен ойнадық, ана бала ана қағазды тастай салды. Кім ол дейді? Мен айтамын, жаман адам дейді. Не деп айтамын енді? Сонымен ол енді санасы енді басқа не деп үйретемін. Ана басқалардың сол қоқыс тасыған арып жаны күйіп жүреді де, біз енді бала кезден сол қазіргі ұрпақты солай тәрбиелесек, жаңағы қоқыс мәдениеті, тастамау, ең біріншіден жаңағы бұл экология болсын, өз еліне деген махаббат, өзіне деген құрмет деген секілді қылып түсіндіре алсақ, бірақ енді мынау үкіметтің деңгейінде ол енді әрине қалай айтсам болады бұны енді. Бұл енді адамдарды кінәлаудың қажеті жоқ. Енді адам көрмегеннен жаңа көргенсіз деген жаман сөз бар ғой енді. Әке-шешесінен тәрбие көрмеген ондай бір дүниені балабақшада айтпаған, мектепте айтпағаннан кейін адамдарды кінәлау емес, жаңа тюленге тас атып жүргендерді или там басқа бір жирафтың мойнына мініп алған ана неде болды ғой Шымкентте. Сол секілді елдің іші болғаннан кейін неше түрлі жағдай болады. Бірақ жайлап тағы да ағартумен, ішкі мәдениетті көтерумен ұялмай айналыса беру керек. Және қазір өкінішке орай қазір қазақ қалалық ұлт болғаннан кейін бірін-біріне сынайтып тоқтатуды қойды. Бұрын ана баяғыда бар еді ғой. 90-шы жылдар автобустың ішінде бір обязательно орыс апа болады. Орыс апа ғана бір ескертіп айтады деген сөз бар еді ғой. Біреу терезеде етіп тұрса, сен не деп ана орнына қоятын бір орыс апа болады деген сөз бар еді ғой. Ол расымен солай болады. А кейін қазір қарасақ, біреудің мини-юбкасына әңгіме айтпақ түгілі оны рухани мәселені. Кәдімгі түкіріп атқан нәрсеге ешкім сөз етпейді. Или қоқысты төгіп атқан, білмеймін ба, дизиді лақтырып атыр деген секілді. Ол түзеуші ортаға айналу керек. Ол мысалы сен Германияда солай істеп көр. Енді сөйлемесе де сен ала көзбен атады, сен түсінесің. Қоғам реакциясын түсінесің. Бір нәрсені дұрыс демеген түсіну керек ол адам. Турист болсын, жеке адам болсын. Мысалы жаңағы Жапонияның мысалы енді жаңағы тағы да сол маған қатты ұнайды қоқыс мәдениеті. Олар жаңағы бір үйге адамды кіргізбес бұрын, біз секілді квартираны кіргізбес бұрын 2 апталық қоқысты сорттау семинарын өтеді дейді да, сен көзіңді жұмып тұрып ананың қағазын былай, крышкасын былай, сертификат берілгеннен кейін барып қара, саған квартиранттың несі беріледі, кір деген секілді. Енді сен кейін жаңағы қоқысты анда-санда халтурт етіп жаңағы шығармайтын күні шығарып, или стекло шығаратын күні пластик шығарсан, жаңағы айыппұл тағады бүкіл үйдің кондоминиумге, бүкіл үйдің бүкіл үйге, қысқасы. Сосын сені тағы да қоғамдық бақылауға, бүкіл үй сені анып жүретін болады. Бір арамызда бір зиянкес бар, осы бәлен кесірден бәрімізге үйдің атына былайша айтқанда репутациямызға дағы жағылды бір кір үйімізде. И барлық адамдар сені анып жүреді да. Өзін сезінесің ол өзі взглядтарды. Өйткені кім келді соңынан? Сондықтан да бір жұмсақ тәрбие болу керек та, бір қоғамдық. Әрі мен Сингапурда болдым, 70-ші елім соңғы барған елім. Қатал жазаларға мен тек қос қолдап қолдаймын. Ана баяғыда қызғалдақ жұлған адамға бір 100 миллион бет. Штраф берді. Бір айтқам молодец деп. Сөйтсем бір қасымда бір жігіт ренжіп қалды. Сөйтсем сол ауылдың жігіті екен. Мен айтам енді соған 100 мың ғана төледі ары кетсе. Просто максимальный статьясы ғой, прям өртеп жүрсе ана алқапты гектар кетірмен. Бірақ
сондай бір драконовский штрафы дейміз ғой, бір адам қорқатындай айыппұлдарды кейде былай миф ретінде болсын айтсақ, кейбір аюға не дейді жаңағы намаз үйреткен намаз таяқ үйреткен дейді. таяқ деген секілді кейбір адамға соны өзі жеткілікті. Анау Қызғалдақ фестивалінде болған кезде өткенде жаңағы Таразда бәрін айтады мынандай ғой, мынаны жұлсаң жаңағы 1 миллион деген бәрін айтып жүрген. Енді күлесің, оны шынын айтпайсың, енді ол жылып жатыр, қызғалдақ па, мына шетіндегі басқа гүл ма, бірақ адам бәрі ана бүйтіп жүрген айналасына ше, аяғын тигізіп кетпейше. Енді прикол ретінде болсын, шын қорқып болсын, мен ана ырза болдым да. Вот, пожалуйста, эффект берді. Жақсы, ішкі туризмді ұйымдастырушы адам ретінде не айтасыз? Қандай кедергілер бар? Торғайға тур ұйымдастырып жатсыз, иә? Бізде жалпы енді торғайға тур дегенде бұл мына өңір, біздің өңір Қостанай облысының оңтүстігі болғаннан кейін біздің жаңағы проблемаларын айттым, иә. Мысалы түсінбеушілік арамыздағы жаңағы облыстың туризмге қатысты жауапты басшыларымен, бұл жерде жергілікті тұрғындардың өздерінің жаңағы туризмге бет алуы. Басты проблема бұл жолдың алыстығы, инфрақұрылымның жоқ екендігі. Мен оның бір мысалын айттым ғой жаңағы Балқашта, яғни мемлекеттің инфрақұрылым, жол, ал халық өзі арғай, мысалы кемпингін салады деген сияқты. Басты проблема бұл алыстық, инфрақұрылым жетіспеушілігі. Ал енді біз мемлекет бізге міндетті емес, бірақ осындай мәселелерін шешіп берсе, жергілікті мысалы туризммен айналысып жүргендер болсын, басқалар болсын, олар тиісті жұмысын жасайды. Мысалы мен бір мысал келтірейін. Сапар Ысқақов деген ағамыз бар, ол сол өңірдің тумасы, 3,5 миллиард ақшасын шығарып, сол жерде үлкен комплекс салып жатыр. Енді мысалы біздің бәріміздің мүмкіндік қаражатымыз жоқ қой Парижге баруға. Сол жерде Париждің макетін қойып қойған. Анау Хеопстың пирамидасы бар. Не болмаса жаңағы Аграның мысалы Тәж-Махалдың макеті деп айтуға болар, бірақ соның 2 есе ғана шағын. Былай қарасаң 26 метр. Яғни сондай көп жұмыстар жасалып жатыр, рухани жағынан жаңағы. Сондықтан бұл жердегі мәселе біздің мемлекетпен кәсіпкерлік нысандарының туризм саласындағы адамдардың тығыз байланысы. Енді мен осы сәтті пайдаланып отырып, өзіміздің жаңағы тылсым тур атты қысқаша айта кетейін. Өйткені бұл жерде біздің мақсат өңірді таныстыру. Шынында бұл жаңағы талай зиялылар шыққан өлке ол, алаш зиялылар шыққан жаңағы Ахмет, Міржақып, Ыбырай ең алғашқы мектеп ашқан, кейінгі 16-шы жылғы ұлт азаттық көтерілістің ең маңызды орталықтарының бірі болған. Жалпы бұл өңірдің енді бір өзінің ерекшелігі де бар да, өйткені бір жағы біз былай қарасаң Сарыарқаға жатамыз, дегенмен Ұлытаумен көршіміз, мына жағымыз Арал, мына жағымыз Ырғыз, бір өзінің бір ландшафты бар, адамдарының тұрмысы, салты, өмір салты, тілдік, әдеби, мәдени деген сияқты. Біз сол жағын таныстыру үшін осы турларды ұйымдастырып жүрміз. Негізгі тек қана мәдениет қана емес, атақты геоглифтар. Өйткені геоглифтар бізде Қазақстанда және Оңтүстік Америкада ғана. Сол сияқты ерекшеліктерін таныстырып, көрсетіп, басқа өңірдің біз айттық қой, мысалы батыстағылар шығысты білмейді, солтүстіктер оңтүстікті. Біздің мақсатымыз басқа өңірлердің халқына Торғай өңірінің ерекшелігін, салтын, дәстүрін, мәдениетін, ас әзірлеу ерекшелігін, тамағын, Дубай деп айтып отыр, құмкешу бар. Енді өзінің таулары да бар, мынау Ұлытаумен шектес болғаннан кейін дің деп аталатын бір бұрынғы заманнан келе жатқан, тіпті Мақат сахнасы деген жерлеу дәстүрінің де бір ерекшеліктер. Соның бәрін қамтып көрсетіп, өзіміздің қызметтерімізді ұсынамыз. Орталық батыс мынау тас жолы салынатын болса, осы туризмнің Торғай арқылы өтеді ғой, иә? Торғайдағы туризмнің дамуына қаншалықты міндетті түрде бұл бәлен есе көп. Мысалы біз жаңағы мәселен арқалықта әуежай салынып жатыр, иә. Мысалы біз Астанадан, Алматыдан Торғайға барғымыз келеді деді, біз міндетті түрде жол қашықтығын ескеруіміз керек. Мысалы жұма күні пойызға отырып, Астанадан 19:40 таңертең 8-де арқалыққа түсіп, содан кейін біздің негізгі мақсатымыз демалыс туры, яғни сенбі, жексенбіде барлық нысандарды қайтып көріп, дүйсенбі күні 6:30-да Астанада болатын. Ал егер арқалыққа аэропорт түсетін болса, онда мысалы біз 45 минутта ұшып келдік те, бүкіл өңірді 2 күн аралауға мүмкіндігіміз болды. Сол сияқты, егер орталық батыс жолы түсетін болса, онда біз Астанадан 400
700 километр емес 390 километрде машина емес, Қарағанды мен Балқаштың арасындай ғой. Сол жерге машинамен жетіп, арғай мысалы тағы 300 километр Торғайға жетіп 290, одан кейін Ырғызға шығуымыз мүмкіндік бар. Яғни бұл айналып келгенде біріншіден елдің экономикасына тиімді. Сәйкесінше біз 560 шақырым үнемдейміз. Мысалы сіз орталық пен Қазақстанның солтүстігі батысқа шығу үшін сіз анау айналып Қостанайдың, Ресейдің шекарасынан барып кіресіз. Өзіңіз ойлаңызшы. Сонда біз орталық пен солтүстік шыға алмайды екенбіз батысқа. Бұл енді кеңес дәуіріндегі саясат қой әрине. Ал егер мына жол түсетін болса, біз батысқа байланысымыз артады және күніне 3000 көліктен тәулігіне 7000 көлікке дейін барады. Яғни осындай көлемдегі жаңағы көлік қозғалысы болғаннан кейін міндетті түрде жолда кемпинг ашылады, тамақтану орындары, қызмет көрсету деген сияқты. Бұл заңдылық. Оның жаңа айқын мысалы мен Балқашта көрсеттім ғой. Сондықтан бұл өңірдің туризмнің болашағы өте жоғары деп санаймын жалпы. Жақсы. Өркен, енді бұлай істейік, біраз нәрсе айттық қой енді, бір қорытындылайтын болсақ, мысалы, бір жақсысында айттық, жаманында, артықшылығында, кемшілігінде бәрін тіздік. Енді салыстыра келе жалпы үміт бар ма Қазақстанда? Енді сонша туристті қабылдағымыз келеді. Жерлерде осындай жұмыстар жасалып жатыр дейміз, бірақ ол ешқандай жүйеленбеген, ешқандай орталықтандырылмаған. Не істеуге болады? Енді осыдан бір 4-5 жыл бұрын ашық алаңда пікірсайыстар шағында бір өршеленіп шығатын да, бір жаңағы қазақ туризм басшылары алдында тұрса тыңдамай, жоқ сендер. Қазір мен өзім ешқандай неге қатысым жоқ, бірақ дегенмен прогрессте енді соқыр ғана көрмейді деген секілді, ол прогресс расымен бар. Қазақстанда енді жаңағы құрғақ ауызды сүртуге келмейді. Бірақ әлі де бағана айтқан дүние ғой, біздің жаңағы біз андай 60 келгенде намаз оқимын деген секілді андай бәрін бүйтіп күтіп отыратын заман емес те қазір. Мәдениетті де көтеру керек, инфрақұрылымдар бәрін бірге істейтін уақыт болып тұр да қазір Қазақстанда. Енді Қазақстан жалпы барлық экономиканың барлық саласы сондай енді ол. Бір ғана туризм емес. Сондықтан да үкімет те өзінің инфрақұрылымына шіркін-ай тездетсе, иә, мынау жаңа жол әсіресе мысалы мен кеше Аралға барып қайттым, 3 күнім кетті бір аралды көруге. Потому что Қызылордаға ұшасың, ары қарай 5,5 сағат машинамен қайту тағы бір күн уақыт алды. Мысалы деймін да. Мен енді келесі рет ойланамын. Yani жұмыспен бардым шыны керек. Осы кезге шейін бармай жүргенмін, себебі 3 күн уақыт маған розыгрыш болды. Айтайын дегенім үкімет осы инфрақұрылымына кірісіп аяқтаса, негізгі инфрақұрылымдық жобаларды, екіншіден ол жаңағы кәсіпкерлер инвестицияны бұған туризмге шыны керек инвестиция деп қарауден шыны керек енді ол жерге қатысы болған үшін емес, жаңа тары сандық жобаларына қатысты адамдар Сырымбек ағалар, Берденттер сәл үйретті деп ойлаймын, басқа кәсіпкерлерге түрткі болды деп ойлаймын. По крайней мере, маған кездескен адамдар сөйтіп айтты. Өйткені Алтын Емелде ең бірінші кафене кім соқты? Сол Тары, Шарында болсын, Түрген, Бурабай, мынау Көлсайда болсын, иә. Аюсай, білмеймін, қазір енді бар жерге қазір бұйырса үстіртте салайын деп отыр да. Яғни былайша айтқанда экономикалық тиімсіз болса да ұлттық миссия ретінде қараған кәсіпкерлерді білемін да. Шыны керек. Оның пайдасын жоқ. Енді өйткені сезонный ғой, енді Алтын Емелде мысалы. Кім есі дұрса да мен кафені ұстайды енді. Кім барып отыр Алтын Емелге? Қорық. Бірақ басқалардың пайдасын есебінен сол кафелерді ұстап тұр. Әйтеуір адамдар бір күні бір жылы үміт болар. Әйтеуір соншама алыс барған кезде бір ыстық кофе күтіп тұр деген секілді. Сондықтан да ондай жанқиярлыққа барып жатқан кәсіпкерлер бар, бірақ аз. Шіркін солар көп болса да ойлаймын. Үшіншіден, әрине ол адамдардың өзінің ішкі мәдениеті, өзінің ластамауға, туған ортасын, саяхатқа шығуға деген ынтасын, бірін қозғау, достардың, туыстардың бар ғой, давай кеттік, білмеймін, не жерге барайық. Мен мысалы ертең Таразға барып жатырмын, бір Жуал жақта Көксай деген ба, не ашылыпты. Демалыс орталығы. Каньон етін. Жол жасалмай жүрген, осы жол жасалыпты. Мен осыны барып көрмекшімін. Жарнама не емес. Айтпай деймін, не деп айтамыз сен? Ақшасын төлеп деген секілді. Өйткені қызық қой. Өзің үшін қызық болды. Иә, мен қыздарды апарып. Сондықтан да жарнама жасалу, интернетте хабарландырудан кенде емес біз. Бірақ осы 3 фактор. Адамдардың факторы, кәсіпкерлердің факторы, үкіметтің факторы.
енді осы үшеуі шіркін бірін демеп жан жақты тежеп кетсе, кешенді, иә. потенциал керемет негізі Жақсы, Қазақстан. енді өркен қаншалықты мынау Қазақстанның ішкі туризмнің дамуына үлесін қосып жатыр деп сұрайыншы. Ол жағынан мен айыптымын деп қояйықшы енді. Мен енді жеке отбасы деңгейінде ғана мүмкін қыздарымды алып жүрмін. Былтыр Ақтауда демалдық. Оның алдында айтпақшы Балқашта демалдық 2 жыл бұрын. Бірақ енді кішкене қорқынышты ана Южный небо деген бүкіл бала шағамды сабағым ғой. 4 балам амамды. Ана ан 24 әлде ан 26. Сондай. Енді иманымызды үйіріп отырған жерде қатты ұшқан кезде ана болттар бүйтіп бұралып жатқан секілді да ана енді 40 жыл бұрынғы самолет қой енді. Мысалы енді ол да әсер етеді. Мен енді шыны керек бүкіл семьям сабағым ойланым жарайды өзім енді өлсем өлейін деп. Екінші рет баруға желание жоқ енді. Пойызбен баруға кішкене алыс болды. Сондықтан осындай бір көрдіңіз бе бір ғана деталь, тағы бір айтпақшы, бір маңызды деталь айтайыншы. Маған бір ұнамайтын елдердің тізімін айтады ғой. Мен айтамын Джибути ұнамайды, сосын Сербия деп айтамын. Сербия Европаның ішінде орналасқан ғой. Мен айтамын Сербияда біз 3 күн болдық. 3 күнде мен 2 рет такси салдады да. Өзі бір 3-ақ таксиге отырдым 2 күнде. 3 таксидің 2 болдық. Визасы ғой Қазақстанға, Сербия мен Албания. Визасы ғой, былтыр мен сөйтіп барып қайттым да. Сонымен ана таксист, ең сонда жаңа аэропортқа барып тастайтын таксист бар ғой. Ең сонда итакта менден ақша қалды. Оны мен итакта жаңағы не істейсің ол ақша? Алып кетпейсің ғой Қазақстанға. Ана таксистке береніп отырған. Бір кезде жаңағы белгілеген бағадан жаңағы мысалы 100 не десек, ол айтады 300 дейді. Біз 100 дедік қой. Жоқ, сен естімеген жоқсың. Ема деймін де. Мына ақшаны дейді, дәкті онсыз да саған бергелі тұрғам. Жаңағы хиссадағы секілді ғой. Осыны арамдықпен алғалы тұрсың ба енді жаңағы. Тиындарын шашып кетіп қалдым да. Енді көргенім Сербия осында. Сербия тамаша, табиғат керемет, ана баяғы ғажап архитектура. Бір нәрсе бұзып адами фактор. Бізде де сол ғой енді. Мен ішкі мәдениет деген сол жатады. Таксисттер, бізде сәл енді қазақтар мен аңғал жұрт деп айта алмаймын. Қазақтар кез келген жұртты ал деп айтшы. Мен көріп жүрмін ғой Филиппин, Тай, Құдай, қазақтар любой адамды отырғызып кетіп алады. Жақсы мана жаман. Біздің жаман жеріміз сол да адамды алалаймыз да. Адамды алалаймыз. Өзіміздікінде өзінен пәледем кездессе алдына құр жорлап кетеміз жаңағы. Ойбай, бәке, артық сөз айтпай. Сәл адамды былай несін сезсең, аңқаулығын или жаңа жер білмейтінін, басынасың да қысқасы. Жақсы манасында басынасың. Вот осы дұрыс емес ден қысқа. Адам мысалы жаңа тағыдан Жапонияға кетті ғой. Сен таксиге отырған кезде сен 100% миында ой болады, алдамайды. Мынау айналып жүрген жоқ. Қазір мені кеп ана Түркияда да қазір сондай таксиде отырғанда бет дайындалып стойкада отырасың. Отырғаннан стрессте отырасың. Қазір мен ана 100 лира деп айтты. Қазір обязательно ана счетчикта ночной тариф деген болады. Дневной тариф, ночной тариф. Соған қосылады. Байқамасаң ана ночной тариф қосылады, 2 есе қосылады. Ана сөйтіп алдайды енді турист. Ана көзін арада қарады. Зачем ол маған стресс? Сондықтан иманыңды үйіріп отырасың анаған қарап, иә. Басқа елде ол жоқ та, сен абсолютно сенде стресс жоқ. Рахат, раса. Енді бұл да әсер ғой. Мен мысалы Сербияға барғым келмейді. Хотя Қазақстанға келіп сөйтіп алданған адамды басқаларға дейміз. Мәселе сыртын турист емес. Өзім үшін неприятно ғой. Неге алдайсың? Еңбегін адал тапсай болды ғой. Әйтпесе бағасын көтер. Мен кінәм ба енді бағасын сондай болған. Мысалы деймін де енді. Келіспесе не үшін ол жұмыс жасарсың? Енді адамға сұрақ өзіне болу керек қой, басқаларға емес. Дұрыс. Енді айта берсе тағы да адамдар ренжігенде болсын. Шіркін-ай, осы ішкі мәдениет тезірек дамыса деп ойлайсың ғой енді. Түсінікті. Алып қосарларыңыз бар ма? Туризм дегенде бұл туризмге біз біріншіден бағана айттым ғой, иә. Бұл туризм табыс көзі ретінде қарауымыз керек та. Елдің экономикасын көтеру ретінде, өйткені жаңа біз бір турист 8 адамды асырайды екен. Яғни біз завод салып қажет жоқ, жаңадан жер өндіріс. Ол мысалы жаңағы таксиден бастады ғой, өрекен алданып қалды ғой, бірақ алданбайтынды жолдар көп негіз деген деймін де. Мысалы такси қызметі, қонақ үй, гид, тамақ ішесіз, жаңағы қаншама қызметтер пайдаланасыз, олар нәпақасын табады. Яғни біз өзіміздің Қазақстанның халқының тұрмысын көтерудің тағы бір жолы. Енді жалпы өз басым туризмге оң көзқараспен қараймын да, өйткені бізде жылдан жыл жаңағы бұрынғыға қарағанда жақсарып келе жатыр. Әрине әттеген айлары болады, ол енді табиғи процесс деп ойлаймын.
Енді туризмге қаншалықты атсалысып жүр деген айтатын болсақ, мен өзім ғана емес, отбасымда бәрі де сол мен сияқты саяхат жасауды жақсы көреді. Өйткені бұл адамға ең бірінші керек нәрсе эмоция да. Мысалы, біреу арақ ішкен жақсы көреді, біреу темекі шеккен жақсы көреді. Ал мен бір аптада саяхатқа шықпасам, өзімді жайсыз сезінемін. Өйткені мен таным көбейеді, ол туралы сосын жаңағы блогыма жазам, ол туралы бөлісем. Әлеуметтік желінің бір жақсы жағы, анау мемлекетті жамандап, ананы жамандап, мынаны жамандап отыр ғой кейбіреулер. Сіз жақсы, мысалы, саяхаттың жер көрген, ел көрген, жақсы эмоциямен бөлісу деген сияқты сондай жақсы сәттері бар. Ал кейбір, мысалы, нәрселерді алайықшы. Мәселен, Бурабай бізде 800 мың адамға есептелген. Біз Астана халқы жыл сайын 100 мыңға көбейіп жатырмыз. Яғни бізде ол мысалы 1 миллион адам барып қарайды жылына. Яғни ол соған есептелмеген. Яғни баламалы көздерін іздеу керек. Тағы мысалы Баянауылға бар, Қарқаралыға бар. Сол байланып қалмаған шығармыз енді Бурабайға. Әрине Бурабайда инфрақұрылым жақсы, қымбат. Екінші жағынан мысалы біздің кәсіпкерлердің айтайын дегенім, олар 3-4 айға жұмыс істейді, қалған 9 айдың кірісін сол 3 айға қос есептейді. Мен айтар едімді, жалпы кәсіпкерлер тағы іздену керек. Не ұсына аламыз? Мысалы, оңтүстік Шығыс Азия, Үндістан, 100 миллион адам отыр ғой, өмірі қар көрмеген. Чартерный рейс болса деп армандаймын да. Оларды алып келіп, қар көрсетіп, шіркін қарға аунатып, қар ойнатып, мысалы дейді. Қарапайым мысалы, енді біз не көрсете аламыз деген әңгімеден туындап жатқан. Енді айтатын ұсыныста көп, басқа айтатын ойда көп, бірақ енді қысқаша осы. Бір бағдарламада қамту мүмкін емес, шынында. Енді ол жаңа жол деп жатырмыз, оның вагонның жағдайы да бар, билеттің жетіспеушілігі бар. Тоқтай тұрыңыз. Мысалы, кейбір нәрселер, мысалы, сіз өзіңіз пойызға отырғанда бір өзінің вайбы бар да. Мысалы, мен Арқалыққа 700 километр мен көлікке отырмаймын. Ешқашан көлікке, енді кейбір кезде амалсыз отырасың ғой, бірақ көлікке отырмауға тырысамын. Есесіне сағат 19:45-те пойызға отырамын. Пойыздың өзінің вайбы бар да. Бір жігіт күліп айтады ғой, сендердің пойыздарың дейді да, қол көтерсең тоқтайды екен деп. Соның өзінің де вайбы бар. Отырасың, әдемі сұхбат құрып, жаңа қасындағы кісімен әңгімеңді айтып, жаңа туристермен бірге деймін да, таңертең түсе қаласың. Бір ұйықтап тұрсаң, жаңа бір өңірге түсесің да. Іші таза, туалеті бар, ұйықтайтын жері таза, тіпті тәпішкесіне дейін береді ғой, тіс щеткасы, пастасына дейін. Әдемі емес пе? Бұл да вайбы. Жақсы жағын көрсете тани алуымыз керек деп ойлаймын да. Жақсы. Түсінікті. Енді бұл жерде алып қосарымыз мынау ғана. Енді біз мұнай дейміз, сосын кеше қарап отырсам, туризм, Қазақстанның мұнайы, немесе ауыл шаруашылығы, экономика, драйвер деген сияқты әдемі сөздерді қолданамыз. Бірақ енді осыны бір іске кірісетін, нағыз орындайтын уақыт келген сияқты, әрқайсымыз өзімізден бастауымыз керек, үлесімізді қосуымыз керек. Осылай деп қорытындылайық онда. Сіздерге рахмет айтамыз. Енді бұл видеоның кең көлемде таралуы, қаралымы бәрі де сіздерге байланысты. Ол үшін пікір жазу керек, бізге жазылу керек, және бас бармақты басу керек. Келесі көріскенше.